Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Далада жаз, күн ысып, қысқасы ужас болып жатыр. Ал мен аянышты деген сөзді қолданып, видео жасайын деп отырмын. Бүгін мультсериалдардағы аянышты эпизодтарын көрейік. Басында кішкене аянышты, ал соңында жаныңды ұстататын. Алдымен Спанч Боб мультигі. Нақтырақ, ұлуымды көрмедіңіз ба деген сериясы. Мультик Губка Боб Герриге тамақ әкелумен басталады. Үйіне келгенде есікте бір сәлемдеме көреді. Ол Пэдлбой деген теңіз супермен жиынтығы болып шығады. Сонымен бірге тағы бір хат бар. Ол жерде Губка Бобқа допты 29 триллион 998 миллиард 559 миллион 671 мың 349 рет теп деген шақыру болады. Қысқасы, Губка Боб шақыруды қабылдап, жан-жағын ұмытып кетеді. Және өзінің Герри деген үй жануарын да. Ал ол өзі тамақтана алмайтын еді. Герри өте қапаланады. Губка Бобты шақырып, есіне келтірейін десе, ол кедергі болмаңдар деп айғайлап жібереді. Сол кезде Герри киімдерін алып, үйден кетіп қалады. Бір кезде Патрик Губка Бобтың есін жияды. Ал ол үй жануары Герри жоқтығын байқайды. Герри! 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 Нигде нет Герри! Ал Герри жалғызсырап, аштан-аш, әрбір нәрседен қорқып, қалада қаңғиды. Сөйтіп жүргенде оны бір апа тауып алып, үйіне әкеледі. Бірақ ол апа маньяк болып шығады, жануарларын өлгенше тойдыратын. Ақыры серия хэппи-эндпен аяқталады. Герри ападан қашып кетеді. Қашпай тұрып, Губка Бобтың қандай ауыр күй кешіп жатқанын көрсетеді. Қала аралап, ақыры қателігін түсінеді. Герриге дұрыс қарамағанын есіне алады. Смешарики. Космическая Одиссея. Бұл серияда Пин ғарышқа өзінің сүйікті Биби деген роботын іздеуге шығады. Биби ғарышқа ұшып кеткен және ешқандай белгілер бермей жоқ болып кетеді. Ұшуға дайындалып жатқанда оған Крош және Ежик келіп, бірге барғысы келетіндерін айтады. Алайда Пин ғарыш кемесінің ауыр көтере алмайтынын айтады. Ақыры солай болады. Незапланированная нагрузка. Незапланированная нагрузка. Незапланированная нагрузка. Пин не болып жатқанын түсінбейді. Негізі Крош пен Ежик кемеге кіріп кеткен екен. Ары қарай не болғанын өткізейік, маңызды емес. Бірақ бір нәрсе білу керек. Кемеге комета соғылады. Жөндеу үшін Пин киініп, сыртқа шығуға қажет болады. Жөндеу жұмысы жақсы өтіп жатады. Бірақ байқамай бір сымды іліп кетеді. Сол үшін киімінде ауа азая бастайды. Ал кеме қауіпсіздік үшін есіктің бәрін жауып алады. Киіміндегі ауа азайып жатқанда Пин соңғы сөзін айтады. Именно осы жерде эпизод аянышты көрсетіледі. Жақсысы, ғарышқа ұшу хэппи-эндпен аяқталады. Қайдан келгені белгісіз, робот Биби келіп, Пинді құтқарып алады. Мен Гриффины деген мультикті ешқашан көрмедім. Алайда отбасы құрамасын білемін. Олар Питер Гриффин, әйелі Лоис, балалар және сөйлейтін ит Брайан. 12-ші сезон сериалда негізгі басты рөлді осылар, көрермендердің сүйіктілері. Қазір сезон 12-ден көп, алайда олардың біреуі 12-ші сезонда өліп қалады. Содан кейін сериалдар мағыналы және аянышты болып шығады. Осы сезонда басты рөлдегі біреуін өлтіреді. Ол Стюи деген баламен ойнағысы келеді, алайда оны машина қағып кетеді. Брайан, берегись! Жанұя тез арада емханаға барады. Дәрігерлер оның аз уақыты қалғанын айтады. Ал Брайанның соңғы айтқан сөздері бұл сценаны өте аянышты етеді. Вы подарили мне чудесную жизнь. Я вас всех люблю. Негізі бұл сцена бұдан да аянышты болатын еді, егер мына прикол болмағанда. Я побуду один наверху. Подрачу с горя. Ал Брайан бірнеше сериядан кейін қайта тіріледі. Негізі қайта тірілмейді, жай Стю уақыт машинасын жасап, артқа оралып, оқиғаны өзгертеді. 2000 жылдары Эй Арнольд мультигі көп балаларға ұнайтын. Әрбір серияда мағына болатын. Кейіпкерлер қызықты, ал қала 90 жылдардағы Американың атмосферасын жақсы көрсететін. Негізі Арнольд тұрып жатқан жері гетто. Сол үшін кейбір балалар өте қатыгез. Басты рөлдегі Арнольд емес. Ол өте тәрбиелі бала. Бірақ кейде ода да проблемалар болатын.
Бір кезде Арнольдтың көгершіні ауырып қалады. Даже ұшуға да жарамайды. Достары оған түрлі кеңес айтады. Ал біреуі көгершін адамға барып көр дейді. Сол кезде көгершін адам жайлы аңыз айтылады. Аңыз бойынша ол бір жанып кеткен үйде тұрады. Ол жерде көгершіндер көп жиналады. Неге екенін ешкім білмеді. Алайда бір бала адамды ма құсты ма көреді. Содан кейін қорқынышты оқиғалар тарайды. Адам жұмыртқадан шықты, адамның құс тұмсығы бар дегендей. Ақыры Арнольд соған келгенде жай ғана бір жігітті көреді. Бала қорықса да бір күнге құсты жігітке береді. Он не ест, не летает. Так что вы скажете? Приходи завтра. Келесі күні Арнольд ол жақсы жігіт екенін балаларға айтады. Келіп емделген құсты алып кетеді. Ол екеуі сөйлесіп қалады. Жігіт өзінің оқиғасын айтады. Жігіт Арнольд достарымен далада жиі ойнайтындарын көретінін айтады. Өзі де достарымен ойнағанды жақсы көретін еді. Алайда жігіт құстарға қызыға бастағанда достары оны бөліп тастаған екен. Арнольдтың жаны ашып, жігітті кафеге тамаққа шақырады. Арнольдтың достары жігіттің достары сияқты оны түсінбей қалады. Неге ол біртүрлі жігітпен сөйлесіп жүр дегендей. Жігіттің үйі бос екенін түсініп, достары үйін быт-шытын шығарады. Арнольд пен жігіт үйге келгенде өте аянышты сцена көрсетеді. YouTube осы сценаны көрсетуге қарсы айта салайын. Жігіт жануарларды түсінсе де адамдарды түсінбейтінін айтады. Сөйтіп Арнольдке рахмет айтып, барлық адам бірдей емес екенін түсінеді. Арнольд, не вини себя. Ты убедил меня, что не все люди одинаковые. Я этого не забуду. Ал енді Футурама. Сериалды көргендер қай оқиға жайлы білетін шығар. Эпизод Лай юрского периода деп аталады. Сюжет бойынша Филипп пен Бендер музейге барады. Ол жердегі заттар 20 ғасырдағы екен. Яғни Филипп келген жылдар. Бұл мультикті көрмегендер болса, ол жерде Филипп байқамай капсулада 1000 жылға қатып қалады. Содан кейін болашақта оянады. И музейде бәрі жақсы болып жатады, бірақ бір кезде Филипп өзінің тасқа айналып кеткен итін көреді. Бізге екеуі қалай танысқанын көрсетеді. Жігіт итті пиццамен тамақтандырып, ақыры өзі істейтін пиццерияға алып келеді. Оған Сеймар деген ат қояды. Уже болашақта қазіргі кезі, түсіндіңіздер. Достары жиналып қатып қалған итін ұрлап кету жайлы план жасайды. Итті алып Филипптің шөбересіне келеді. Ол профессор иттің санасын басқа итке ауыстыра алатынын айтады. Филипп қуанып, иті екеуі қайтадан бірге болатынын асыға күтеді. Алайда осыны іске асыру барысында компьютер иттің жасы 15-те деп көрсетеді. Ал жігіт компьютерді қиратады. Иттің жасы 3-те болатын, соңғы рет оны көргенде деп түсіндіреді. Демек, Сеймар олсыз 12 жыл өмір сүрген екен. Оның есінде жігіт жоқ дейді. Я никогда его не забуду, но он забыл меня давным-давно. Соңында мультик біттерде бізге Сеймурдың 12 жыл қалай өткенін көрсетеді. 2 января 2000 года. Осындай міне Хатиканың альтернативный оқиғасы. Бірақ бұл жерде иесі итімен қосылуға болатын еді. Осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube дамысын.